Қазақ еліне алғыс. Арыстықтар қиын кезеңде қолдау білдірген азаматтар мен барлық өңірлерге арнап арнайы мемориалды тақта орнатты. Игі іс жергілікті халықтың ұсынысына сәйкес жүзеге асқан. Апаттың зардабын қалпына келтіріп, азық-түлікпен қамтамасыз етіп, демеу бола білген ел азаматтарын Арыс қаласының тұрғындары ешқашан ұмытпақ емес. Мемлекеттің басшысы бұрын жетті бәрінен, жарылыста бір болды абыржыған елімен. Қасым-Жомарт ағаға шексіз алғыс арыстан, сөзбен іспен демеді шын жанашыр көңілмен. Сын шақта шетте қалыспай, жеттің бе жақын алыстан. 17 облыс бірігіп, көмек бердіңдер Арысқа. Сансыраған жарылыс, қол созды барлық облыс. Сіздерге рахмет айтамыз, Арыс халқынан мың алғыс. 2019 жыл 24 маусым бұл тек арыстықтарды ғана емес, күллі қазақ елін алаңдатқан күн еді. Айтып келмеген апаттан зардап шеккен халыққа бірлігін танытқан ел көмек қолын созды, қолдау танытты. Арыс қаласын қайта қалпына келтіру жұмыстары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тікелей бақылауында болды. Қала аумағы 17 секторға бөлініп, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен облыстарға бекітілді. Тұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау, қаланы қайта қалпына келтіру мақсатында 17 штаб құрылды. Аз ғана уақыттың ішінде зақымданған ғимараттар қайта қалпына келтіріліп, жолдар жаңарды. Арыс қаласы жаңа кейіпке енді. Сондықтан Арыс қаласының тұрғындары қиын кезеңде қолдау танытқан қазақстандықтардың еңбегін ешқашан ұмытпайды. Бүкіл ел келіп, халық келіп, жұмыс істеп, жаңалдегі көмегін көрсете бастады. Сол кезде білдік, Арыс халқы жалғыз емес екен, елмен бірге екенін, қазақ халқының ынтымағы, бірлігі әр уақытта сақталған. Сол сақталған нәрсені біз кеше көзімізбен көрдік. Алғыс айтам, жалпы қазақ халқына, солардың алдына басымызды иеміз көрсеткен көмегі үшін. Жарылыстың зардабын жоюға қатысқан азаматтар мен барлық өңірлерге арналған қазақ еліне алғыс мемориалды тақтасының ашылуы да басты құрметтің белгісі. Тақтайшаның 9 жолдың торабындағы Арыс теміржол вокзалына орнатылуы да тегін емес дейді қала әкімі Гүлжан Құрманбекова. Өздеріңізге белгілі 2019 жыл 24 маусымда осындай жағдай болған, техногендік жағдай. Соған сәйкес мына қала әкімі ретінде Арыс қаласының тұрғындары, ардагерлері осы барлық облысқа, қазақ еліне, барлық республикалық маңызы бар Шымкент қаласынан, Нұр-Сұлтан қаласына, Алматы қаласының елдеріне, барлық облыс елдеріне рахметімізді білдірейік, алғысымызды білдірейік деген ұсыныс түсті. Одан кейін сол халқымыз Арыс қаласының халқының ұсынысына сәйкес облыс әкімдікке осы ұсынысты айттық. Одан кейін облыс әкімдігі қолдап, дұрыс екен деп осы бүгінгі тарихи күнімізді атап өтіп отырмыз. Бұл тарихи күнді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап отырмыз. Әрине, мына бірінші осы Арыс қаласының тұрғындарына рахметімді айтқым келеді. Осындай жағдайға төзімділікпен қарап, барлық халықпен бірге көтеріп ауыртпашылықтардың бәрін. Және де осы Арыс қаласының жазушы ақындарына, мүсіншілеріне үлкен рахметімді айтқым келеді. Арыс қаласы өздеріңізге белгілі 9 жолдың торабы жалғасқан жер. Сондықтан барлық ел, барлық шет елден де келетін халықтар осы темір жол торабынан өтеді. Сондықтан осы елге, қазақ еліне бәріне мың алғыс айтқан тақтамызды осы жерден өткен халықтың бәрі көріп өтсін деп осындай ұсыныспен осы жерге қоюды ұйғардық. Бұл жергілікті мүсінші Мүтәліп Күздеубаевтың еңбегі. Ал тақтадағы мәтінді жергілікті ақын Мыңжасар Дәрменов жазған. Авторлар бұл жекенің емес, жамағаттың, арыстық ағайынның кең пейілінен шыққан сөздер дейді. Расында арыстықтардың қазақ еліне деген алғысы мәңгілікке өшпес анық. Жомарт Бегімбет, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.